армысыздар, каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Гүлсім қызым, келші, саған бір әңгімем бар еді деп анам ас бөлмеге шақырды. Анам бір күрсініп, қызым, саған ауылға кету керек, әні-міні дегенше оқуды бітіріп қаласың. Ауылда соңғы 11-ші сыныпты бітірген соң грантқа түсу мүмкіндігі көп екен. Білесің, әкең ақыл оқуға түсірмесі анық. Қанша жерден ақша болып тұрса да ол маңдай термен жеткен дүниені бағалайды. Ақылың бар ғой қызым, айтқанымды жаса. Кеше мұғалімің де осыны айтты. Сабағыңды нашарланып кетіп жатыр дейді. Сондықтан ауылға барғаның дұрыс қызым. Әкеңнің ауылы, аты әжең жақсы кісілер, жеңгең де өте жақсы деген анамның сөзін тыңдамасқа шара жоқ. Анамның бұл сөздері маған ауыр болды. Қаланың ақсаусақ болып өскен қызы ауылда қалай тұрады? Мен өмір сүре алмаймын ол жақта. Анашым, мүмкін тағы ойланып көресіз. Білесіз, мен ауылда бір күннен артық тұра алмайтынымды. Туф, ауылға барғым келмейді деп жылағым келіп барады. Шыдасаң қызым, басқа амал жоқ. Көнсең де көнбесең де осы. Сенен кейін 2 бауырың өсіп келе жатыр. Олардың да болашағын ойлауың керек. Болды, әңгіме осы жерден бітсін. Ертең кешке кетесің. Бар да заттарыңды ретте деп анашым көз жасыма қарағанда жоқ. Қатты қиын болды. Ауылда мүлдем ұзақ жүрмегенмін. 6 ай қалай шыдаймын? Ауылға баруға заттарымды жинап жатырмын. Ашудан бір жағынан сыныптастарымды қимай көз жасым тоқтар емес. Қаладағы қызық өмірімді ауылдың түк мәні жоқ өміріне қалай айырбастаймын? Таң атты. Анам ертемен шығып менің документтерімді алып келді. Әкем болса қуанып жүр. О, қызым ауылға ата-әжесіне барады. Олар немересін көріп қуанып қалатын болды. Алтын қызым менің деп маңдайымнан сүйіп мақтап жатыр. Ішімнен бәрін жек көріп қайғырып тұрғанымды ешкім ойлап жатқан жоқ. Сіздерге өзімді таныстыра кетейін. Есімім Гүлсім. Үйдің үлкен қызымын. Артымнан ерген 2 інім бар. Әкем мен анам әкімшілік қызметкерлер. Жұмысбасты десем де болады. Қалада тұрамыз. Кішкентайымнан қалада өстім. Сонымен ауылға да келдім. Ата-әжем құлыншағым деп қуанып, әжем болса маңдайымнан қайта-қайта сүйіп жатты. Анам оларға қызым өзі ауылға барамын деп айтыпты. Сол сөздері үшін ата-әжесі мәз. Олардың қуанғанын көріп өзімде бір мықты іс бітіргендей сәл қуанғандай болдым. Жеңгем болса бар тәттіні алдыма үйіп төгіп қойып жатыр. Негізі біздің әулетте менен басқа қыз баласы жоқ. Жеңгемнің балалары ұл бала. Әйтеуір жеңгем мені өз қызынан кем көрмейді. Атам ауыл ақсақалдары көп жерде сөзі өтетін мықты кісі еді. Сол кісінің арқасында мектепке бір күнде қабылдады. Ауыл кішкентай өсек деген лезде көбейте қалатын сөзсіз. Қаланың қызы келіп та ауылға оқиды деген сөз ауылда ең көп таралған өсектің бірі болды. Үйдің торлауындайтын жігіттердің қарасы көбейе бастаған. Ағамның 2 ұлы менен, біреуі 1 жасқа үлкен, екіншісі ұлы менен кіші. Солардан сұрап қайта-қайта келгіштеп кеткендері көрген әжем сөйлеп жүретін. Мектепте де бәрінің көзі менде. Өзімді жұлдыз сезіндім. Онымен қоса киген киімім де ерекше еді. Анам әр келген сайын киімдер алып келетін. Соларды киіп жарқырап жүрдім. Bir күні ішім пісіп дүкенге бардым. Жеңгеме не әкелейін деп сұрап едім. Нан ала сал деді. Бір туыстарымыздың үйінде көмекке жүрген жеңгем қамыр илеуге уақыты болмаған кезде дүкеннен сатып алатын. 2 нан беріңізші дедім дүкенші апайға. Дүкенші жаңа ғана нан таусылып қалды деді. Сөйтсем жанымда тұрған жігіт 3 нан алып қойған екен. Ол маған қарап қояды, сосын қасыма келіп, қарындас, міне 2 нан сізге деп асығыс шығып кетті. Дүкенші апай мырс етіп күліп басын шайқады. Өзім бір түрлі болып ұялып шоколад алуға барған едім. Ана жігіттің ісінен соң дереу дүкеннен шығып кеттім. Сыртқа шықсам жаңағы жігіт мені күтіп тұр екен. Мені көре сала, атым Жандәулет. Сіз туралы көп естігенмін, бірақ бетпе-бет бірінші рет көруім. Айтса айтқандай сұлу екенсіз деп айтуын айтып алып қолын ұсынды. Нан үшін рахметімді айттым да, бірақ дүкеншінің алдында ыңғайсыз болғанын айта салдым. Дүкенге шоколад алуға келгенімді айтып едім, дереу жүгіріп барып әкеліп берді. Солай ол жігітпен таныстырып жалғасып жүре бердік. Әне-міне дегенше Жандәулетпен достасып кеттік. Ара-тұра дүкенді сылтау етіп жолығып жер тартып жүрдік. Ауылдағы ең жақын адамым болды, бірақ оның отбасы аса танымадым.
Тіпті кім екендерін де білмеймін, аса қызық болмады. Бірақ екеуміз бір-біріміздің отбасымыз туралы әңгіме айтпаппыз. Ол менен 1 жасқа үлкен, оқуға өзі бармаған екен. Әзірге оқуға барғым келмейді деді. Мен де оның кеткенін қаламадым. Ауыл арасында анам мен әкем келетін. Негізі олар көп аса келмейтін еді. Мен осында болғалы демалысы сылтау етіп келіп жүр. Мені жалғыз қалмасын деп келіп жүр екенін іштей біліп жүрдім. Кейде мені қалаға барып тұратын едім. Келмеймін деп бозданып ауылға да үйреніп кеткен деймін. Жеңгем үй шаруасына өте пысық еді. Маған көп нәрсені үйретті. Ағам мен ата-әжемнің бағы бесел екен ғой. Осындай алтындай келіндері бар. 6 ай сырғып өте шықты. Анам айтқандай ауыл квотасымен оқуға түстім. Жақсы академияға ай сайынғы стипендиясы бар. Оқуға түскеніме туыс, туған, дос-жарандар көрімдіктерін беріп жатты. Бір байып қалдым десем де болады. Дәрігер мамандығы бойынша оқуға баруға дайындалып жүрдім. Әкем су жаңа телефон сыйлап, төбем көкке жеткенде қуанып қалдым. Жаңа телефон алғалы көп таныстарым нөмірі өшіп кетті. Жандәулетпен байланыс мүлде үзілді. Біраз уақыт ұмыта алмай жүрдім. Оған қатты бауыр басып қалып едім. Тіпті ұнатып қалдым десем де болады. Ауылға оқуға түскелі баруды қойдым. Тек жиында ғана барып тез қайтып кететін болдық. Бар ойымды, уақытымды тек оқуға арнадым. Жақсы білім алып, адамдарды емдеуге, оларға жәрдем болуды армандайтын едім. 1 курстың 2 семестрінде академия жанындағы кафеге түскі ас жеуге бардым. Тағдырдың тосын сыйы деген осы шығар. Баяғы мен ұнатқан Жандәулет осы жерде администратор екен. Екеуміз бір-бірімізді көріп мәз-майрам боп тоқтаусыз әңгіме айттық. Онымен басым қосылса тоқтамай 2 сағат сөйлей беретін едім. Ол да менімен әртүрлі тақырыпта әңгіме айтатын. Бір-бірімізді сағынғанымызды көзбен ақ оқып тұрмыз. Қалаға оқуға түскенімді ауылдағылардың естіген екен. Бірақ хабарласып құттықтайын десе телефон номерімді таппай қалыпты. Ағаларымнан номерімді сұрауға дәті жетпеген. Солай арамыз алыстап кетіп еді. Енді міне қайта жолықтық. Ағасымен бірге қалада тұрып жатыр екен. Екеуміз нөмір алмасып енді жоғалмаймыз, байланыста боламыз деп ол жерден әрең кеттім. Оны қатты ұнаттым. Бірақ сезімімді бірінші болып көрсетуге намысым жібермеді. 1 курсты аяқтап үйге келгенімде әке-шешем ауылға барып қайт, ата-әжеңе сәлем беріп келе деп қоймады. Өзім де ауылға барғалы жүргем. Ата-әжемді, жеңгемді қатты сағындым. Оларға қаладан сыйлықтарын алып жолға шықтым. Ауылға қарай такси күтіп тұрғанымда жаныма белгісіз ер адам келіп ауылымды айтты. Жексен атаның немересі емессіз бе? Түріңіз таныс. Ана жылы ауылда мектепте оқыдыңыз ғой. Жүріңіз, мен де сол ауылдамын, жеткізіп салайын деді. Атамның атын айтқан соң туысымыз болар деп көлігіне мініп алдым. Ол жігіт менен 6 жасқа үлкен көрінеді. Тоқтау сұрақтар қойып мені әңгімеге тартып отырды. Түрі Жандәулетке ұқсайтындай болды, бірақ аса мән бермедім. Ол жол бойы әртүрлі әңгіме айтып, мені сөзге тартқысы келді, бірақ мен онымен әңгімелесуге зауқым соқпады. Ол маған көліктің айнасынан қайта-қайта қарай берді. Ауылға да жеттік, бірақ ол мені атамның үйіне емес басқа бақытқа қарай алып кетті. Мен басында мән бермедім, мүмкін заты бар шығар, беретін деп үндемей отыра бердім, бірақ беретін заты мен екенімді білмепсің. Үлкендеу үйге қарай кіргізді. Шамасы Жандәулеттің үйі секілді. Бұрын осы үйді көрсеткен еді. Менің үйім әне деп. Есікті топырлаған әйелдер ашып басыма ақ жаулықты жаба салды. Енді түсіндім, таныспай жатып еріксіз алып қашу екенін. Мен жылап барынша арпалыстым. Ақырында көндіруге тура келді. Әжем мен атам бірінші келіп мені алып кетудің орнына қалдыруға көндіріп жатқанын қайран қалдым. Атам мен әжем жандос, осы ауылдың баласы, елге сыйлы азамат, қызым қала ғой, бізге жақын тұрасың, бағың жансын деп үлкендер өз ара келісімге келіп баталарын беріп кетті. Анам мен әкем бұл хабарды естіп, анам мені әкетуге тырысқанымен үлкендердің сөзінен шыға алмай ақ батасын беруге тура келді. 19 жасқа толмай інісіне ғашық жанның әйелі болғаныма әлі сене алмай қайғырып жүрдім. Ата-енем және күйеуімнің бауыры бар екен, ол Жандәулет. Бірақ оны әлі көрмедім, ол емес шығар деп те ойладым. Амалсыз келіндік өмірге үйренуге тура келді. Енем аздап тік мінезділеу екен. Бастапқыда ренжісіп қалатын едік. Ара-тұра қайын атам қорғап сөзімді сөйлейді. Жылап күліп әйтеуір тіршілігімді жасап жүрдім.
осы тұста айтарым, біздің қоғамда алып қашу құрбаны болған қызды келін еткенімен қоймай жақтырмай жағадан алатын енелерге, күйеулеріне лағнет. Менің де ішімде сондай нәрсе болды. Бәрінен қорқатыным оқуым еді. Жібермей қойса соншама еңбегім далаға кете ме деп. Бірақ мен оқуға жібермесе ажыраса саламын деп нақты шешім қабылдап қойғанмын. Кешке күйеуім келгенде менің оқуым бар, қанша жыл оқыған, еңбегімді байға тидім деп екен деп тастай алмаймын. Оқуыңа қарсымын десең, дәл қазір айт, мен киімдерімді жинап ажырасамын деп бетіне айта салдым. Ол сәл кідіріп менен бұндай. Бірде енем, бүгін қайның келеді, ет ас балам, қаншама уақыттан бері енді келе жатыр. Әртүрлі жейтін нәрселерді пісіріп дайындап шаруаларымнан шығып кетті. Түскі уақытқа дейін бәрін жасап қойдым. Ас бөлмеге көзім ілініп кетіпті. Біреу кіргендей болып қарап қалсам Жандәулет. Не жыларымды, не күлерімді білмей қалдым. Мені алып қашқан күні телефонымды жоғалтып кеткен. Арпалысып жүргенде қайда қалғанын білмеймін. Әлі телефон алып үлгерген жоқпын. Дәл қазір алдымда мен ғашық болған жігіт тұр. Мен оны құшақтап алып жылағым келді. Бірақ оның артынан мен сүймейтін, күштеп өзінен әйел еткен ағасы кіріп келді. Өзімді әзер ұстап, тезірек басқа нәрсені сылтау етіп далаға қарай шығып кеттім. Жандәулет пен Жандос туған бауырлар. Түрлері аздап ұқсайды екен. Баста кімге ұқсаттым десем, Жандәулеттің сезімім шынайы еді. Бірақ ол оны байқамады да. Әлде байқағысы келмеді ме? Қанша рет кездесіп қыдырғанда ғашық екенін ұнататынын айтпады. Бірақ естен кетпес қыдырған кездерім есіме түскен сайын көңілім босап қалады. Күндер өтіп жатты. Күйеуімді жақсы көріп кетемін деп ойлап едім, бірақ мүлде жек көріп барамын. Оның інісі Жандәулетті көрген сайын жүрегім қан жылайды. Оны күнде көрген сайын сезімім алып ұшып, қайтадан ішімдегі ғашықтық жалын басылар емес. Енем маған сөйлеп қалыста Жандәулет қорғап шығатын еді. Оның бұл әрекетім оған деген сезімімді одан әрі ұлғайтып жіберді. Үнемі менің сөзім сөйлеп, менің жанымда болып, тіпті ағасына да шақ ашқызбайтын. Үнемі маған көмектесіп, тәттілер әкеліп жағдайым жасап жүретін. Оның ең ауыр сөзі мені жеңге дегені. Бұрын одан жаным деген сөзін естігім келетін, бірақ ол мүмкін емес. Бірде шай үстінде ол, жақында үйленіп қалатын шығармын, сөйлесіп жүрген қызым бар деп әке-шешесін қуантып қойды. Бұл сөзді естіген менің түрім бозарып кетті. Ешкімге білдірмей тырысып жүр өзімді төмен салдым. Қолдарым дірілдеп шайды әзер құйып отырдым. Соңғы уақытта жүрегім айнып, өзімді жайсыз сезініп жүрдім. Оның үстіне қайнымның басқа жанды үйге әкелуін көз алдыма елестететін сайын жылағым келетін. Жүрегім жиі айныған жүктіліктің анықтайтын тесті көрдім. 5-6 секунд өтпей мен қаламаған нәрсе болды. Мәссаған, менің аяғым ауыр екен. 2 сызық қып-қызыл болып шыққанын көріп көңіл күйім бұзылды. Не жыларымды, не күлерімді білмей тұрмын. Неден болса да әкесі ғой деп күйеуіме көтергенімді айттым. Күйеуім естіген бойда балаша қуанып бәрінен сүйініш сұрап кетті. Күйеуімнің бұл ісінен ұялдым, әрине Жандәулеттен. Онан қалды күйеуім бір жаңалықты жолдастарымның жуамын деп таңға дейін жоқ болды. Сол қуанышты хабардың артынан қайғы келерін кім білген. Қанша жерден ұнатпасам да өлім тілемедім, тіпті білмеймін. Бұл жаңалық бәріміздің есеңгір етіп жіберді. Бәрінен де ата-енеме қиын болды. Енем естіген бойда қан қысымы көтеріліп өзін жоғалтып алды. Атам үнсіз іштен тынып бір бөлмеден шықпады. Ол кезде мен өзімді кінәлап жылай бердім. Кезінде алып қашқан кезде ішімнен жылап отырып ауыр сөздер айттым ғой. Сол көз жасымның налысы ма деген ой санамды жаулап алды. Бірінен де күйеуімнің соңғы бейнесі баласы үшін қатты қуанып мені құшақтығына соңғы рет құшқаны есімнен кетпей қойды.